Bir айда АКШ Иранды 20 рет жеңдік деп мәлімдеген. Дональд Трамптың соғыс басталғалы риторикасы қалай өзгергенін шолып көрейік. Бәрі қаңтардың ортасында басталған, тура кинодағыдай. Трамп Иран патриоттары сіздерге көмек келе жатыр деді. Батырлық пафос, трейлерге дайын сөздер. Бірақ бір ай өтпей жатып, бұл соғыс Netflix сериалынан да көп маусым ауыстырды. Ал ақпанның соңында шешуші операция деген тіркесті айтты. Наурыздың басында оңай жеңеміз деді. Бір күн өте сала Трамп біз соғыста жеңдік деді. 2 күннен кейін тағы да ұттық деді. Бір апта өтпей тағы да жеңіс туралы айтты. Қысқасы, Иранды жеңу таңғы кофе сияқты күн сайын қайталанатын әдетке айналған. Сосын риторика күрт бұрылады. Кенеттен Иранға шабуылдау керек, бәрі әдемі аяқталып келеді дейді. Бірақ араға 3 күн салып, қайтадан сол баяғы біз жеңдік, бірақ толық емес деп шықты. Бұл жерде жеңіс деген ұғымның өзі инфляцияға ұшыраған сияқты. Ал 14 наурыздан бастап сюжет мүлде басқа жанрға өтеді. Экшн емес, енді драма. Трамп басқа елдерден Ормуз бұғазын ашуға көмектесіңдер деді. Бір күннен кейін көмектеспесеңдер ұмытпаймын деді. Тағы бір күннен кейін негізі бізге көмек керек емес еді, тек тексеріп көрдім дей салды. Бұл енді дипломатия ма, әлде әлеуметтік эксперимент пе? Түсіну қиын. Қысқасы, TikTok-тың трендтерінен де Трамптың риторикасы тез өзгеретін сияқты. 21 наурызда тағы басталды. Трамп бізге Ормуз бұғазы мүлде керек емес деп шықты. Бірақ бірнеше күн бұрын ғана оны ашу басты мақсат еді. Мұнда да қайшылығы көп, логика, ескі формат. 22-23 наурыз ультиматумдар кезеңі басталды. 48 сағат деді, сосын тағы бір апта деді. Бұл дедлайндар да Инстаграмдағы стористер сияқты 24 сағаттан кейін өздігінен жоғалып кете береді. 25 наурыздан бастап риторика тағы өзгерді. Келіссөз жүргізіп жатырмыз дейді Трамп. Бір күннен кейін Иран бейбітшілік сұрап жатыр деді. Тағы бір күн шабуылды кейінге қалдырдық дей салды. Бұл жерде соғыс пен келіссөз бір уақытта қатар жүріп жатқан параллель әлем сияқты. Ал енді 27 наурызда нағыз сюрреализм басталды. Трамп жаңа аятолламен бірге Иранды басқарамыз дей салды. Бұл енді геосаясат па, әлде балалардың үй ойнауына ұқсап кетті ме? Ажырату қиын. Сосын бір күнде режим ауысты. Келесі күні келіссөздер өте жақсы жүріп жатыр деді. Одан кейін қайтадан жойып жібереміз деген қорқыту айтылды. Яғни бір аптаның ішінде Иран бірде жеңілген, бірде серіктес, бірде толық жойылатын ел атанып шыға келді. Сәуірге келгенде финал басталады. Трамп соғыс 3 күнде бітеді деді. Бірақ сөйлемнің ішінде тағы 2-3 апта бомбалаймыз деген сөз жүр. Ең соңында біз олардың көпірлерін жойдық, бізге неге хабарласпайды дейді. Яғни алдымен бомбалап, сосын неге сөйлеспейсіңдер деп ренжу жаңа дипломатиялық стиль болса керек. Қысқасы, бір жарым айда не көрдік? Соғыс басталды, жеңдік, тағы жеңдік, толық емес жеңдік, көмек сұрадық. Көмек керек емес, ультиматум, келіссөз, серіктестік, тағы соғыс, тағы жеңіс. Бұл хроникадан не түсінеміз? Қазір геосаясатта тұрақтылық деген нәрсе атымен жоқ. Видеоға лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз.